Баршаңызға сәлем, сіздермен Динара. Бүгін осындай балаларға ұнайтын печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа, қант, сұйық май, ұн және қопсытқыш қажет. Жұмыртқаны жарып, қант қосамыз. Әбден араластырғаннан кейін сұйық май қосамыз. Сұйық май алдын ала қостым, өйткені ұн қосқан кезде араластырғанға жеңіл болады. Ұн қосып, осылайша вилкамен араластырып аламыз. Ұн қосқаннан кейін қопсытқышты қосуға болады. Массамыз қою болған кезде қолмен илеу қажет. Қамыр осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болу керек. Дайын болған қамырды осылайша бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Печенье бір келкі болсын десеңіз, осылай әр печеньені 40 граммнан өлшеп жасайсыз. Балаларды қызықтырам десеңіз, печеньенің бетіне түрлі форма бастырып, бетіне қант сеуіп жасаса болады. Дайын қамырды 40 граммнан бөлгенде 18 печеньедей шықты. Пеште 220 градуста 25-30 минуттай дайындалады. Мінеки печенье дайын, дәмді және тез әрі әдемі болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліңіздер.